Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздағы өтетін тақырыбымыз ол гүлдің құрылысы және де тозаңдану түрлері. Ендеше сабағымызды бастайық. Ең алдымен гүлдің құрылысына тоқталайық. Жалпы өсімдіктегі ең маңызды мүшесі ол гүл болып табылады. Және де гүл негізінен бізде негізгі және де қосымша бөліктерден құралады. Гүлдің қосымша бөліктеріне біз күлте жапырақшаларын жатқызамыз, гүлдің сағағын жатқызамыз, гүлдің тостағанша жапырақшасын және де гүл табанын жатқызамыз. Аталғандардың барлығы да бізде гүлдің негізгі емес қосымша бөліктері болып табылады. Енді гүлдің негізгі бөліктеріне тоқталайық. Гүлдің негізгі бөліктеріне бізге тозаңдануға, ұрықтануға қатысатын басты бөліктер, олар бізде аналық және де аталық жатқызылатын болып табылады. Жалпы тозаңдану процесі дегеніміз не? Тозаңдану процесі дегеніміз ол аталық тозаңның аналықтың аузына келіп түсу процесі. Және де тозаңдану процесінен кейін міндетті түрде бізде ұрықтану процесі жүзеге асатын болып табылады. Және де осы гүлдің құрылысына байланысты гүлдерді біз таражынысты гүлдер және де гермафродитті немесе қошынысты гүлдер деп жіктейді екенбіз. Таражынысты гүлдер дегеніміз ол жаңағы гүлінің құрылысында тек аналық қана немесе тек аталық қана кездесетін гүлдер болып табылады. Ал қошынысты немесе гермафродитті гүл дегеніміз ол бір гүлде аналықтың да аталықтың да кездесуі. Және де біздің ғаламшарымыздағы барлық гүлдердің көпшілігі осы қошынысты, яғни гермафродитті гүлдер қатарына жатқызылатын болып табылады. Енді осы тозаңдану процесіне, яғни тозаңданудың түрлеріне тоқталайық. Ең алдымен тозаңданудың алғашқы түрі ол өздігінен тозаңдану процесі болып табылады. Яғни өздігінен тозаңдану дегеніміз ол жаңағы бір гүлде бізде аталықты аналықты кездеседі дедік, және де ол гүлді біз қошынысты гүлдер деп атадық. Және де сол қошынысты гүлдегі аталықтың тозаңының аналықтың аузына келіп түсуін біз өздігінен тозаңдану деп атаймыз. Яғни өздігінен тозаңдану бір гүлдің ішінде жүретін процесс болып табылады. Өздігінен тозаңданатын өсімдіктерге біз жер жаңғағын, шегіргүл, саумалдық, бетеге, тары өсімдіктерінің мысал етіп жатқызсақ болады. Және де ондай өсімдіктердің гүлдері ашылмай тұрып тозаңданады екен. Келесі түрі ол бізде айқас тозаңдану. Яғни айқас тозаңдану дегеніміз ол басқа бір гүлдің аталығының тозаңның басқа бір гүлдің аналығының аузына келіп түсу. Яғни суретте көрсетілгендей бізде екі өсімдік көрсетілген мысалға, және де басқа өсімдіктің аталықтың тозаңы барады да басқа гүлдің аналығының аузына түседі, және де бұл айқас тозаңдану. Және де осы өсімдіктегі аталық тозаңы сол жаңағы ұрықтандырған өсімдіктегі аналықтың аузына барып түседі. Неге осы бізде айқас тозаңдану процесі деп аталады. Және де айқас тозаңдану бізде жәндіктер арқылы және де желілер арқылы тозаңдану деп екі топқа жіктеледі. Яғни жәндіктер арқылы немесе бунақтенелер арқылы айқас тозаңдану дегеніміз ол жаңағыдай басқа екі бір бөлек өсімдіктің жаңағы аталығының тозаңын жәндіктер басқа бір өсімдіктің гүлінің аналығының аузына барып тозаңдандырады. Яғни осындай бунақтенелер арқылы айқас тозаңданатын өсімдіктердің көбі хош иісті, жаңағы шырынды болып келеді. Неге? Себебі жаңағы жәндіктерді өздеріне еліктіру үшін сондай өздеріне хош иіс бөліп, шырын бөледі екен. Және де бунақтенелер арқылы айқас тозаңданатын өсімдіктерге біз шие, алхоры, алма ағаштарын, лимон, шай және де асқабақ сияқты өсімдіктерді жатқызсақ болады екен. Келесі ол бізде жел арқылы айқас тозаңдану. Жел арқылы айқас тозаңдану ол негізінен бұндай өсімдіктердің тозаңдары өте майда, жеңіл әрі көп болады екен. Және де аталықтарының жіпшелері өте ұзын, төменге қарай салбырап, еліп тұратын болып табылады. Және де соққан желге тербеліп тозаңдарының таралуына бейімделген. Мысалы, жел арқылы тозаңданатын өсімдіктердің көбі негізінен ауа райының климатына тәуелді болып келеді.
мысал алатын болсақ, жаңбыр жауса немесе бұлтты күндер болса, жаңағы жаңбырдың суы олардың тозаңдарын шайып кетеді да, бұл өсімдіктің түсімін кемітетін болып табылады екен. Және қорыта келе, өсімдіктер қандай әдіспен, қандай жаңағы тозаңдану түрлерімен тозаңданса да, одан кейін міндетті түрде бізде ұрықтану процесі жүретін болып табылады. Яғни өсімдіктер бастапқыда мысалы өсімдіктерде аталық және аналық болады. Олардың аталық тозаңдары аналықтың аузына келіп түседі. Одан кейін бізде тозаңдану процесі жүреді. Тозаңданудан кейін бізде ұрықтану процесі жүретін болып табылады. Жалпы біздің бүгінгі видео сабағымыздағы тақырыбымыз осы. Біз гүлдің құрылысымен, гүлді өсімдіктердің дара жынысты және де қошынысты болып жіктелуімен, сонымен қатар тозаңдану процесі және де тозаңданудың маңызды типтерімен таныстық. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де сабақ ұнаса, маған тіркеліп, комментарий жазып және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Олай болса, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.